Bugün bizde ерекше күні, яғни сыныпымызда ашық сабақ өтеміз, балалар жақында қандай мереке келіп жатыр, естеріңде бар ма? Рәміздер бар еді білесіздер, біз әрқашан рәміздерді не істеуіміз керек, құрметтеуіміз керек. Қазір мен сендерді топқа біріктіремін. Бірінші, яғни мына оқушылар келіп, өзіне таңдаған бір рәміздерді алады. Яғни бірінші топ киімдерді алынады. Таңдаған киімдер барлығын келіп алынады. Тез оқушылар алынады рәміздерді. Сөйтіп топқа бірігеміз. Ал кеңдігі үш топтан келді. Тез аламызда. Иә. Ал балалардан Мадина топ басшысы болады, өзінің тобына қатысады. Ең соңында не қылады? Мына топтан Ермегі бар топ басшысы өзінің тобына таратады бір-бірден. Кім айтады? Үй тапсырмасына. Қандай тапсырма берді? Үй тапсырмасына. Қандай Юлдашева? Үй тапсырмасына. Иә. Не береді екен алғыс батада? Алғыс бата ақ сақалдарды білезді кісілік, игі іс жасағандарға кісілік, көмек қолын созып, қолына су құйғандарға ұлы жасып, жас болсын деп бата берген. Дұрыс айтасың. Иә, сапар батасы. Қандай болды екен сапар батасы? Сапар батасы алғыс сапарға бара жатқан жолаушының сапар сәтті болсын, үйіне аман есен оралсын деп берілетін бата. Дұрыс айтады. Өте батасы бұл қандай екен? Намыс секілді еркінбәр мерекеге болсын деп бата берілген. Иә. 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 Ақ болсын. Бата. Жақсы. Ата-аналардың ризашылығын алғанда, алыс сапарларға, оқуға аттанғандарға, жақсы іс бастаған азаматтарға берілетін ақ батаға мәдениеті өтемдік аталар балалары жеткенді айтады. Сендер жақсы наурыз батасын біліп келіпсіңдер, сапар батасын біліп келіпсіңдер, және тағы да қандай батаны біліп келдіңдер, алғыс бата, үлкендердің батасы, батаның түрлері өте көп екен, жастарға берілетін бата. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демек Абай Құнанбай ұлы ақын екен. Дәптерлерге жазып қойыңдар бүгінгі тақырыпты балалар. Осы жаңа сөздер оқып жібере ғой. Жазушы қолжазба ал Зүлфия оқып жүрсің. Мақтаныш ұлы ақын жазушы қолжазбасына мақтаныш ұлы бүйік ақын жазушы жазушы қолжазба Отырады. Композитормын, аудармашымын, саяси қайраткермін. Қазақ. Философ екен, ағартушы екен, қараңдар, қазақтың бас ақыны екен. Абай шыдамды, мейірімді, адал, сабырлы, жазушы, жомарт депсің. Кейін мынау данышпан, еңбекқор және білімді, иә? Жақсы, отыра қой. мейірімді, адал, сабырлы, жазушы, дана, білімді, еңбекқор, Жақсы, бұларда жазушы дегенде қандай келген молбайлық және маңызды мәдени мұра. Абай атамыз адамгершілік достарын өлең әндерін ата-әжелерімізден көп естиміз. Олар бала кезден Абай атаның өнерден сақталған құжаттардан білеміз. Біз Абай атаның өлең әндерін ата-әжелерімізден көп естиміз. мезгілдері бар? Күз, қыс, көктем, жаз. Дұрыс айтады. Осы төрт мезгілге арналған өлеңін білеміз бе? Әркім оқушы білуге шарт, кім біледі? Мына топтан ше, мына топ. Белсенді қатысамыз, мына топ біледі екен. Кім? Басқан жыры зықырлар келіп қалды. Жақсы.
отырады. Алғындар тобы дайындалып отырады. Одан кейін тапқырлар тобы кезекпен. Так. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді беріп жазыңыз керек. Қандай? Қандай? Өздері жазады. Так. Мысалы, Мұхтар әуезов жазған не? Абай жолы романын жазған. Яғни соны қолжазба дейді екен. Ол сақталған қазірге дейін не? Ол соны айтады екен. Қолжазба дегеніміз автордың өзінің қолымен жазған шығармасын айтады екен. Кезек ұзарып, ысып толғанда, Күркіреп жатқан өзенінде күз. Абайдың әндері өте көп деді ме? Біз Абайдың әнін тыңдайық қазір. Мақтанышы. Мейірімділік туралы жазған. Сақталған? Музейде сақталған. Дұрыс айтасыздар. Кейінгі Абай ақын туралы